Саламатсыздар ма, құрметті көпшілік? Сіздермен кездеспегелі біраз күн болып қалды. Еңбек демалысымды осылай сіздермен бірге қызықты әңгімелерді айтып бергімге, бөліскім келіп отыр. Тойларда тамадалар жақсы сөйлейді ғой. Соның айтайын дегенім деп көңілмен шыққан нәрсесі ғой. Бір жас жігіт, момын жігіт тойда тұрып тос айтамай күмілжіп мен айтайын дегенім дей берген екен. Сөйтсе, не айтайын дегенің, айтсашы десе, менің айтайын дегенім үйге қайтайын деп едім деген екен. Сол айтқандай, менің сіздерге айтарым бар. Кітаптарды ақтарып отырып, Мұқағали Мақатаев атамыздың бір өлеңі есіме түсіп кетті. Көріп, өзім ұнағаннан кейін сіздерге де айтып отырмын, оқып берейін. Енді қызық, бұндайларды ақтара берсең, демалыстың пайдасы осы екен, кітап оқығанның. Махамбеттер Абайлар-ай деген. Өмірдің қысы, жазы, көктемдері, қысыл таяң шақтары, өткелдері, адамның аққан қаны, төккен тері, мұратқа жетпегені, жеткендері, жанымды жеп жүрменің көптен бері. Атысу, аңдысумен таласудың, санасу, табысумен жарасудың, мінезін мынау адам баласының, білсем деп құпиясын аласұрдым. Алдында алуан мінездердің, амалсыздан келеді мың өзгергің, әркім өзім балайды данышпанға, бір құдай санайды бір өздерін. Білмейді екем, қолымнан келмейді екен, жоқты аңсап, жоқ сусынға шөлдейді екем, қой енді, тыйылайын, бұғынайын, ойымды орасанға бөлмей бөтен. Жасырмай ойымды айттым талай, қайтейін кетті бәрі қарайламай, айтарын ашып айтқан абайламай, дариғай Махамбеттер Абайлар-ай дейді. Тек қана Махамбет емес, не айтайын деп едім, махаббатты, денсаулықты, туған жерін, соғыстың балалары болғаннан кейін соғыс кезеңіндегі көрген қиыншылықтарды ғана жырламайды екен. Мұқағали атамыз осындай өмірі мәселесі бітпейтін кезеңді де жырлайды екен. Сол кезеңді кезінде айтамай өткен ғой, ішінде булығып жатқасын өлеңмен шығарған ба. Одан кейінгі замандағы біздің Шерхан Мұртаза атамыздың Біркем дүние кітабында қысқа болса да нұсқа бір 3 әңгімесі бар. Бұл кісі кәдімгі ойып айтатын, ойын тауып айтатын, депутаттықта мәжілісте отырғанда, депутат болғанда талай мәселені көтерген кісі екенін барлықтарыңыз білесіздер. Біркем дүниесі қызық енді. Соның біреуі Тасмаңдай балықтар деп аталады. Тараз шаһарында жүредім. Жігіттер балық аулап қайтайық деді. Билікөлден бе? Жоқ, Сеңгірбайдан деді. Қаладан онша алыс емес, шамамда әкім Тарази туған ауылдан тұсы болу керек. Балықшы Мамырдың айтуы бойынша жорыққа тас қараңғы, айсыз түнде шығуымыз керек екен. Желсіз түн болса тегі жақсы екен. Тәуекелдеп қайыққа міндік. Мамырдың маңдайында фонар шам, тереңге жеткенде маңдай шамды жарқ еткізіп жағып жіберді. Сол екен, судың астынан дәу балықтар шоршып, шапшып секірген ай. Мамыр найза таяқпен шаншып қайықтың ішіне тастап жатыр. Есірген балықтың кейбіреуі қайықтың ішінде өздері құлап түсіп жатыр. Бұл қай балық деймін? Тасмаңдай, твердолобик, яғни толстолобик дейді. Сазаны жоқ па? Сазан жарық түсіргенде керенге кетеді. Ой, балықтарда адамдар сияқты екен ғой. Ақылдысы бар, ақымағы да бар.
ақымағы көбірек пе немене? Біргем дүние деген екен. Балықтарды кез келген жерден теңеу тапқан сөзге шешен аталарым-ай. Оспанханның жауабы дегенде бір қысқа әңгімесі бар екен. Қаңтардың қақаған аязы таңы Оспанхан ерте тұрып малақайын басын баса киіп көшенің келесі бетіндегі гастроном алдында ары бері теңселіп жүреді. Қарсы алдынан қалың қара тон киген, аяғында пимасы бар кезекші милиционер шыға келеді. Милиционер Осекеңе одырая қарап ары өтіп кетеді. Осекем кері қарай жүргенде милиционер тағы алдынан шығады. Осылайша үшінші рет бетпе-бет кездескенде милиционер сұрамай ма, неғып жүрсің деп арс ете қалады. Осекең лезде: адам болғаннан кейін жүреді, ит болғаннан кейін үреді депті дейді. Табанасында сөз тауып қалай жақсы айтқан Оспанхан атамызда. Үшінші бір әңгімесі кенгуру мен күңгөру. Жаздың бір жайдарман күнінде жолым түсіп Тараз қаласына барып, Жамбыл қонақ үйіне бұрылып едім. Сыртқы есіктен астаналық әртістер шығып келе жатыр екен. Сірә гастрольде жүрген болар. Арасынан таныс бейне көргендей болдым. Батыс облыстарының бірінен келген президент оркестрінің айтулы әншісі екен. Емшектегі баласының бетін өзінің омырауына қаратып, беліне орамалмен таңып тастапты. Охо, кенгуру, дедім мен әрі сүйсініп, әрі таңғалып. Аса қадірлі әнші: жоқ, кенгуру емес, күңгөру, деді. Кенет тосылып қалдым. Дедім ішімнен, президент оркестрінің әртістері күңгөріс қамымен жүрсе, жағдайлары мәз болмағаны ғой. Әдебиет, өнер адамдары қашанғы күңгөру уайымымен өмір сүру керек. Біргем дүние деген екен. Міне сіздермен бөліскім келген осы Мұқағали Мақатаев атамыздың, Бауыржан Момышұлы, жоқ, қателестім, Шерхан Мұртаза атамыздың Біргем дүние кітабынан алынған әңгімелер. Келесі жолы сөзі еш уақытта таусылып болмаған Бауыржан атамыздың әңгімелерін келесі жолы сіздерге ұсынамын. Сау саламатта болайық.